Шәкірт KZ. Әр шәкірт менің жалғызым. Мынандай тәсілді мен пайдаландым. Өзімнің балаларыма пайдаландым. Әріптер 28 дедік қой, 28 әріптің арасында бір-біріне ұқсап қалған, айнымайтын, аунымайтын әріптер бар да, сол әріптерді бір-біріне ұқсап қалған әріптерді бөлек-бөлек лек-легімен өтсеңіздер болады, балаңызға үйретсеңіздер болады. Мәселен, фә деген әріпті үйреттіңіз ғой, фә бір нүктесі бар, фә деген әріпті үйреткен кезде бірден қаф деген әріпті бірден үйретіп жіберу керек. Арасында айырмашылығы фә әрпінде бір ақ нүкте, қаф әрпінде екі нүкте. Екеуі бір-біріне ұқсап қалған әріптерді, мәселен, р-ны үйреттіңіз ба, бірден з-ны үйретіп жіберу керек. Р-з бір-біріне ұқсап қалғанда, д деген әріпті үйреттіңіз ба, бірден з деген әріпті үйрету керек. Айырмашылығы бір нүктесінде ғана. Дәл әрпінде нүкте жоқ, зәл әрпінде нүкте бар. Яғни, не деген сөз? Бір-біріне ұқсап тұрған әріптерді бірден үйретіп жіберсеңіздер, ол эффект мықты. Мен өзім пайдаланған тәсілдерім ғой бұл. Бұл да баланы шатыстырмауға септігін тигізеді, баланы алдап тұрып үйрету ғой, былайша айтқанда. Бала қалай сіңіргенін білмей қалады. Мынау екеуі бірдей ғой, мына айырмашылығы нүктесінде ғана ғой деп сіңіріп жібере саласыз. Осындай бір тәсіл, бұл да бір қолық тәсіл. Қыс айларында қардың бетіне жазсаңыздар болады. Далаға ойнауға шығады ғой, сол кезде домалатып аққала жасаймыз, біз, балалар қолғаптары су болып домалатып аққала жасайды, оған жаңағы мұрын жасайды, көз жасайды деген сияқты ғой, сөйтесіз де сіз не істейсіз? Ақыры қармен ойнап жатқан бала ғой, алдыңызда қыс келе жатыр, сіз не істейсіз? Қардың бетіне оның үйрене алмай жүрген бір әрпін немесе екі әрпін қардың бетіне жазасыз. Неге? Дәптерге жазу деген сияқты ғой. Енді ол даланы аңсап тұрған бала ғой, далаға жібермесеңіз, ол сізді мойындамайды, ол миына сіңбейді. Сөйтесіз, не істейсіз? Далаға жібересіз, сөйтесіз де бір қолық жасайсыз. Қолықтан не істейсіз? Қардың бетіне жазып көрсетесіз. Яғни, ол жүрген жердің барлығында сіз оған әріптің жағдайын жасай беруіңіз керек қой. Әріп, жүрген жерінде әріп. Қарға шықса да, қардың бетіне қарап қалса әріпті, мәселен. Қарды пайдаланып қойсаңыздар болады. Осындай. Шарды пайдалану деген сияқты ғой. Шармен ақыры ойнап жүр ғой, ұшырып шар ойнап жүр ғой, үйдің ішінде ойнап жүр ғой, шарды пайдаланып жібересіз ғой. Осылай үйретсеңіздер де болады. Жаңадан қосылған көрермендерге ескертіп қояйын. Біздің осы тікелей эфиріміз балаға, өз балаңыз ғой, өз балаңызға арабтың 28 әрпін қалай жылдам, қалай сапалы түрде үйретіп жіберуге болады деген тақырыпта болып жатыр да. Ол енді аспаннан алып жатқан жоқпыз. Мен әке ретінде, 6 баланың әкесі ретінде, 6 баламның 5-еуіне қалай әріптерді үйреттім, соны мен бөлісіп жатырмын. Жаңадан қосылған кісілерге ескертіп қойып жатқаным. Жалпы осылай эфир болып жатыр. Бұл эфиріміз, ескертіп қояйын, узкий кругта болып жатыр. Біз жарнаманы берген жоқпыз. Фейсбукқа берсе болады екен, осы Инстаграмға жарнама берсе болады екен. Біз әзір оны жасаған жоқпыз. Екінші, бұдан кейін, иншалла, тағы да тікелей эфирлерге шығып отырамын. Бұдан кейінгі эфирім белгілі болды. Өте маңызды тақырып болды. Енді қазақтың сөздік қорына араптан енген сөздер. Келесі біздің иншалла сәрсенбіге жоспарлап отырмын мен иншалла. Егер сәрсенбі күні эфирде отырған болсаңыздар, осылай кешке ғой, сәрсенбі күні 30 қазан күні, 30 октябрь күні сәрсенбіге жоспарлап отырмын. Қазаққа араптан енген сөздер, бытовой сөздер, сіздер таңғалып қаласыздар. Сіздер қолданып жүрген көп сөздерді
сіздер арабтан алғансыздар, яғни сіздердің ата бабаларыңыз арабтан алғанда көп енді кітап, дәптер, қалам бәрі арабтан келген ғой бізге, иә. Сол жөнінде болады иншалла. Ол да қызық эфир болады иншалла. Енді оны жарнама беріп, біраз жүзден көп кісілерге иншалла өтемін. Ол тікелей эфирімді иншалла. Бұл енді бірінші рет мен болып жатыр осы. Бірінші рет болса да, бұл 24 сағатқа дейін сақталады деп жатыр ғой. Осы эфирді сақтап қоямыз, 24 сағатқа дейін көріп алсаңыздар болады иншалла. Өте маңызды тақырып. Баланы тудық, иә, баланы тудық. Баланы туғаннан кейін өсірдік, иә. Баланы жай ғана өсіріп, оған тамағын тауып беру, немесе қолына пульт ұстатып, тек қана жыламаса болды деген сияқты, маған мазаламаса болды деп телевизорге алдына отырғызып қою, немесе не істейміз, қолына осы сотканы беріп қоямыз ғой, тыныш отырсыншы деген сияқты, иә. Баланы туып болғаннан кейін он тәрбиесіне мән беру керек болады екен да, бауырлар. Тәрбие, имани тәрбие беру керек қой. Ал имани тәрбие осы бірден тілді үйрету арқылы, бұл да бір тәсілді, имани тәрбиенің бір тәсілі. Тіл болғанда, бұл тіл арабтың әріптерінен бастау болады да, бастауы әріптерде жатыр да. Демек, бұның тәрбиесіне мән беру керек екен да. Тәрбиенің ең негізгісі осы. 28 әріптен бастасаңыздар, сол тәрбие. Тәрбиенің ең мықтысы осы. Осыған енді не арнап отырмыз ғой, сіздермен өзім бөлісіп отырмын. Мен қалай болғандығымен, қалай әріптерді оңай үйретіп жібердім. Мен 5 балама қалай қазір 6-сына үйретіп жатырмыз, 2 әріп жаңағы А менен П ғой, А, Б, А, Б. Сол осы тәрбиеге қатты мән беру керек екен. Енді ары қарай кеттік. Бір тәсіл бар екен да. Мен оны пайдаланған жоқпын. Сіздер пайдалансаңыздар болады. Мәселен, басқа бір отбасы бар да, тура сіздер сияқты өзінің балаларына әріп үйретіп жүрген. Әріп қой, әріп үйретіп жүрді, ол басқа бір отбасы. Сол отбасыны әріп үйреніп жүрген ісімен, анасымен бірге қонаққа шақырып жіберіңіздер де. Міне қарашы, пәленшенің де ұлы. Өзің сияқты ғой. Міне қарашы, 20 әріп үйреніп қойыпты. Иә? Немесе сіз сол отбасыға қонаққа барасыз да, тура жаңағы әріп үйреніп жүрген екі балаңыз бар ғой, екі балаңызды міндетті түрде апарыңыздар да, міне көрсету керек. Олар қандай тәсіл қолданып жатыр екен. Сонымен олар сізбен бөліседі, сіз олармен бөлісесіз деген сияқты да, отбасылардың арасында олар не істеп жатыр екен деген мәселе өте маңызды. Қонаққа шақырыңыз, немесе қонаққа барыңыз. Негізгі мәселе не? Қалай да осы баланы, бір бала болсын, 2-3 бала болсын, қалай да осыларға 28 әріпті сіңіру керек болып жатыр ғой мәселе. Енді тура осы жерден пайда болады енді жұрттың баласы деген тәсілді пайдалану. Бұл да жақсы тәсіл енді, бірақ қатты да әсер етпеуі мүмкін енді. Өйткені жұрттың баласы деген, осы жұрттың баласы деп өлетін болдық қой деген сияқты роликтерді көрдіңіз ғой, ал бірақ ол эффект беруі мүмкін екен. Қарашы, өзіңдей әділетті қарашы деген сияқты көршінің бір баласын айтып қоясыз. Жетістікке жеткен бір баланы айтып қоясыз да, мәселен. Өзіңдей бала ғой, сол өзіңдей бала ғой. 28 әріпті толық жаттап алып, сен әлі 15 әріпте жүрсің деген сияқты жұрттың баласын мысалға келтіріп қоясыз да. Енді ол психологиялық тұрғыдан ол дұрыс болмауы мүмкін, менің айтып жатқан психологиялық тұрғыдан дұрыс болмауы мүмкін, бірақ ол бір эффект, ол да бір эффект ретінде пайдалансаңыздар болады. Жұрттың баласы деген мәселені. Холодильникке жабыстыру деген мәселе. Мәселен, қазір мен ана жерде жоқ екен, бір магниттер болады ғой, магниттерге әріпті жабыстырып қоясыз. Әшейінде осы холодильникті толтырып тастаймыз ғой біз, білесіздер ма? Сіздердің отбасыларыңызда сондай ма? Динозаврды жабыстырып қоямыз, қоянды жабыстырып қоямыз. Холодильниктің беті толып кетеді ғой, білесіздер ма? Сіздерде сондай ма? Соның барлығында не бар?
ана динозаврдың артында не бар? Магнит бар, сол магнитті алып аласы да, магнитке оның үйрене алмай жүрген, миына сіңбей жүрген бір әріпті, немесе екі әріпті жабыстырып қоясыз да, анау жаңағы нелердің қатарына оны жабыстырып қоясыз холодильникке. Негізінен біз холодильникке жабыстырамыз ғой, холодильникке жабыстырып қоясыз да, ол күніге 10 рет ашады ғой холодильникті. Сол кезде анау өзінің миына қонбай жүрген, үйрене алмай жүрген бір екі әріпі оның көз алдында тұра беру керек та. Шәкірт KZ. Әр шәкірт менің жалғызым.